Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы үлес және бөлшек туралы түсінік. Жыл мезгілдері, айлары, апта күндері. Бүгінгі сабақта сен бөлшек дегеннің не екенін білетін боласың. Оларды жазуды және салыстыруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Күнтізбе бірдей қанша бөлікке бөлінген? Қандай бөлік бір айды құрайды? Bir күн аптаның 7-ден 1 бөлігін құрайды. Көктем айлары бір жылдың қанша бөлігін құрайды? Ол математикада бұлай жазылады. 12-де 3. Бұл жазу бөлшек деп аталады. Сызықтың астында жазылған сан бөлімі. Ол қанша бөлікке бөлінгенін көрсетеді. Сызықтың үстінде жазылған сан ол алымы. Ол қанша осындай бөлік алынғанын көрсетеді. Мысалы 12-ден 3. Мына жерде қараңыздар. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Бұл бір жылдың айлары. Мына жерде 12-ден 3 деп тұрғанымыз көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Яғни 3 ай бұл көктемнің айлары. Яғни 12-ден 3 бөлігін құрайды. Әсіне қарайық. Bir күн аптаның қанша бөлігін құрайды? Мына жазу нені білдіреді? 7-ден 1. Аптаның жұмыс күндері мен демалыс күндерін көрсететін бөлшекті жаз. Bir күн аптаның 7-ден 1 бөлігін құрайды. Мына жазу нені білдіреді дейді? 7-ден 1. Мысалы, аптаның 7-ден 1 бөлігі бұл аптаның 1 күні дегенді білдіреді. Ал демалыс күндері бұл сенбі мен жексенбі. Яғни 7-ден 2 бұл аптаның демалыс күндері. Екінші тапсырмаға қарайық. Фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазып, оларды салыстыр. Мына жерде боялған бөлікке мұқият қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген, яғни бөліміне 6-ны жазамыз. 6 бөлікке бөлінген, оның 5 бөлігі боялған. Енді екіншісін қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл да 6 бөлікке бөлінген, оның 4 бөлігі боялған. Енді екеуін салыстырамыз. 6-тан 5 бөлік артық 6-тан 4. Енді әсін қарайық. Бұл жер 9 бөлікке бөлінген, оның 5-еуі боялған. Ал екіншісінде 9 бөлікке бөлінген, оның 2-еуі боялған. Салыстырамыз. 9-дан 5 бөлік артық. Өйткені ол көбірек боялған. Бөлімдері 1-2 бөлшектің қайсының алымы үлкен болса, сол бөлшек артық болады. Енді үшінші тапсырмаға қараймыз. Бөлшектерді салыстырайық. 7-ден 6 және 7-ден 1. Бұл жерде 7-ден 6 артық. Өйткені алымдағы 6 бұл 1-ден артық. 10-нан 3 және 10-нан 7. Бұл жерде 10-нан 7 артық болады. Өйткені 7 саны 3-ден артық. 17-ден 13 және 17-ден 4. Бұл жерде 17-ден 13 артық болады. 12-ден 9 және 12-ден 5. Бұл жерде 12-ден 9 артық. Мен 4-ші тапсырмаға қараймын. Бөлшектерді жаз дейді. Одан кейін 9-дан 3 болады. Одан кейін 7. Одан кейін кем өретімізі. Өретімен бірінші 9-дан 9 жазылады. Бірінші 9-дан 5. Ең соңында 9-дан 2. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Есепте және тексер дейді. 667-ні азайтамыз. 492 шығады.
501-ден 328-ді айтамыз. 73 шығады. 481-ге қосамыз 364-ді. 850. 491-ге 276. 767. 601-ді. 550. 27-ге қосамыз 150. 183. Мыңнан азайтамыз 459-ді. 540. 98-ге қосамыз 685. 783. Енді 6-шы тапсырмаға қарайық. Қағаздан шаршы, дөңгелек, төртбұрыш дайында бүктеу арқылы тең бөліктерге бөл. Бірнеше бірдей бөлікті боя. 6-шы тапсырманы балалар өзіміз орындаймыз. Мысал ретінде біреуін көрсетіп жіберген. Қағаздан шаршы дейді, дөңгелек немесе тік төртбұрыш дайында дейді. Мысалы, бір тік төртбұрышты дайындайық. Осыны бірдей бөліктерге бөл дейді. Мысалы, біреуін бөлейік және бірдей бөлікті боя. Мысалы, біреуін бояйық. Мысалы, 2-ге бөлдік бір шаршыны және оның бір бөлігін боядық. Сосын досымыздан сұраймыз. Бұл бөлшектің жазуы қалай жазылады деп сұраймыз. Осыға жауап береді. Мысалы, бұл 2 бөлікке бөлінген, оның біреуі боялған, яғни 2-ден бір бөлік. Немесе, мысалы, 3-ке бөлдік, оның 2-уін боядық. 3-тен 2 бөлігі боялған деп жауап береді. Дәл осылай мысалдарды орындаймыз. Енді ары қарай 7-ші тапсырмаға қарайық. Егер бүгіннен кейін 2-ші күн жексенбі болса, алдыңғы күннен кейін аптаның қай күні болады? Жылдың неше айында 28 күн бар? Так, жауабы. Егер бүгіннен кейін 2-ші күн жексенбі болса, алдыңғы күннен кейін аптаның бейсенбі күні болады. Жылдың неше айында 28 бар? Жылдың 12 айында да 28 күн бар. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.